Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес каналында гүлді қырыққабаттың адам денсаулығына пайдасы туралы айтатын боламыз. Гүлді қырыққабаттың ағзаға пайдасы орасан зор. Көкөністе болатын дәрумендер мен минералдар оны денсаулық үшін өте құнды етеді. Қырыққабат гүл шоғыры жүрек пен қан тамырларын күшейтуге, ішекте сау микрофлораны сақтауға, қандағы холестеринді азайтуға, көңіл күйді жақсартуға, қатерлі ісік ауруының даму қаупін азайтуға, жігер беріп, созылмалы шаршау мен күресуге көмектеседі. Гүлді қырыққабатта қандай дәрумендер мен минералдар бар? Өнімнің ерекше пайдасы оның бай элементтік және витаминдік құрамында. Көкөністе келесі дәрумендер мен заттар бар. В тобының дәрумендері: Е дәрумені, көп мөлшерде С дәрумені, темір, марганец, калий, фосфор, фолий қышқылы, амин қышқылдары. Гүлді қырыққабат өнімдерін 6 айдан бастап балалар тағамына рұқсат етілген. Рас, қырыққабатты нәрестеге ұсынбас бұрын қайнатып, ұсақтап алу ұсынылады. Осылайша ол тез әрі оңай сіңеді. Жаңа қырыққабатты 8 айдан асқан балаларға да беруге болады. Балаға гүлді қырыққабаттың пайдасы: өнім балалардың иммунитетін күшейтеді, ішек пен асқазанның сау жұмысын қолдайды және денені ең құнды заттармен қамтамасыз етеді. Ең маңыздысы, өнімде бірқатар қарсы көрсеткіштер болғандықтан алдымен оның баланың диетасына сай екеніне көз жеткізуіңіз керек, яғни педиатрмен кеңесу керек. Құрамында ақуыздар, амин қышқылдары және бағалы минералдар көп болғандықтан түсті қырыққабат жүкті әйелдер үшін өте пайдалы. Бұған бүйрегіңіз ауырғанда ғана сақ болуыңыз керек, өйткені бұл күшті диуретик. Гүлді қырыққабатты қайнатуға, қуыруға, бұқтыруға және пісіруге болады. Қырыққабат гүл шоғыры кез келген көкөністер мен ет, балық, ұн өнімдері және жарма, шөптер мен ірімшік, картоп пен керемет үйлеседі. Тағы бір пайдалы кеңес: өнімді кез келген түрде дайындау үшін эмальдан жасалған ыдысты қолданған дұрыс. Темір немесе алюминий контейнерінде бұл көкөніс тотықтырылады, яғни пайдасын азайтады және дәмін бұзады. Пісірудің алдында қырыққабаттың басын кесіп, кішкене гүл шоғырларға бөлу керек. Түсті қырыққабатты қанша уақыт пісіруге болады? Гүлді қырыққабатты 15 минуттан асырмай пісіру керек. Дайын гүл шоғырларын шанышқымен кесу керек. Биотин жүйке жүйесін күшейтетін және тері ауруларының дамуына жол бермейтін зат. Бұл элемент гүлді қырыққабаттың құрамында болады. Сондықтан депрессия мен созылмалы шаршаумен күресуге көмектеседі. Целлюлозадағы табиғи органикалық қышқылдар денені жасартады. Өнімдегі минералдар адам денсаулығына оң әсер етеді. Кальций, калий, фосфор, магний, марганец, мыс және темір толыққанды өмір сүру үшін маңызды микроэлементтер болып табылады. Гүлді қырыққабатты дәрігерлер жүкті әйелдерге диетаға қосуға кеңес береді. Себебі оның құрамында фолий қышқылы өте көп. Фолий қышқылының жетіспеушілігінен ұрықта патология дамуы мүмкін. Жүктіліктің 1 және 2 триместрінде нәрестенің жүйке жүйесі мен миы пайда болған кезде гүлді қырыққабатты жеудің пайдасы өте көп. Осы көкөністер күйіктер мен кішкентай жараларға көмектеседі. Тек гүл шоғыры ғана емес, өсімдіктің жапырақтары да қолданылады. Олардан грюэль дайындалады, яғни блендерде ұсақтап алып, шикі жұмыртқамен араластырып, ауырған жерге жағыңыз. 100 грамм гүлді қырыққабаттың құрамында С дәруменінің өте көп мөлшері иммунитетті көтеруге және қан тамырларының қабырғаларын нығайтуға көмектеседі. Жүйке жүйесін тыныштандырады, бүкіл жүрек тамыр жүйесінің жұмысына жақсы әсер етеді. Талшық және тағамдық талшықтар ас қорытудың қалыпқа келтіреді. Қоректік заттардың қанға сіңуіне ықпал етеді. Ішек микрофлорасының күйін жақсартады. Оны қолдану неоплазмалардың пайда болу қаупін азайтады.
тоғышек пен қуық қатерлісігінің алдын алу қызметін атқарады. Сондай-ақ тахикардияны жеңілдетеді және инсульттің алдын алу қызметін атқарады. Көкөністегі Е және К дәрумендері антиоксидант рөлін атқарады. Түсті қырыққабат бұл асқазан ішек жүйесіндегі баланың ағзасына көмектесетін маңызды көмекшілердің бірі болып табылады. Ақуыз қан тамырларын сонымен қатар сүйек массасын күшейтеді, тәбетті ашады. Бұл көкөністің калория мөлшері төмен болуы семіздіктің алдын алады. Қырыққабат құрамы нәрестелерде газдың пайда болуына ықпал етпейді. Бұл қосымша тамақтанудың ең жақсы нұсқаларының бірі. Бұл факт бірнеше себептермен түсіндіріледі. Жағымды дәм, аллергияның кішігірім мүмкіндігі, жеңіл ассимиляция, минералдардың дәрумендердің жоғары мөлшері, метаболизмді жоғарылату. Қырыққабаттың құрамында талшық аз, сондықтан бұл көкөніс жақсы сіңіріледі. Бұл асқазанның шырышты қабығын тітіркендірмейді. Келесі артықшылықтарды да атап өтуге болады. Түсті қырыққабат ферменттері токсиндерді денеден шығарады. Көкөніс онкологияның дамуын болдырмайды және баяулатады. А және С дәруменінің жоғары мөлшері бар. Биотин созылмалы шаршаумен күресуге көмектеседі. Төмен калория мөлшерлі. Жүрек қан тамыр жүйесін қолдайды. Тері ауруларының алдын алады. Жедел және созылмалы гастрит пен жара кезінде өнімді тұтынуға болады, бірақ тек қана бұқтырылған немесе бумен пісіргеннен кейін. Қырыққабат оңай сіңімді, жұмсақ қабынуға қарсы әсері бар және микрофлораны реттейді. Сондай-ақ қант диабетінің екі түрінде де қырыққабат пайдалы болады, себебі ол аз калориялы, оңай сіңімді және қандағы қант деңгейін көтермейді. Холециститпен ауыратын науқастар үшін гүлді қырыққабат өт кетуіне қарсы күресте сенімді көмекші болады. Көкөністі бұқтырып, пісіріп, сорпаға қосу керек. Гүлді қырыққабат майдан арылуға көмектеседі. Бауырға гистологиялық талдау көрсеткендей, гүлді қырыққабатты жегеннен кейін орган семіздігі төмендеген. Оның құрамындағы А және С дәрумендері терінің күйін жақсартып, тырнақтарды нығайтады. Бұл көкөніс қабынуды жояды, денені тазартады және ас қорытуға көмектеседі. Түсті қырыққабат қан қысымын төмендетеді. Қорыта айтқанда, гүлді қырыққабаттың адам денсаулығына пайдасы орасан зор. Бүгінгі пайдалы кеңесім кәдеңізге жарасын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.